Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиетінен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақтанберді Сарыұлының «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауының басты идеясы. Оқу мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Сабақ мақсаты әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан түсіндіру. Миға шабуыл әдісі бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: кім, не? Екінші сұрақ: не жайлы айтылды? Үшінші сұрақ: ерекше, ең ерекше. Бірінші сұрақ: кім, не? Шығармадағы кім басты, не? Автор және оның қозғаған тақырыбы, осыны анықтап дәптерлеріңізге жазыңыздар. Және екінші сұрақ: не жайлы айтылды? Шығармада «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауында не туралы айтылды, не жайлы айтылды? Естеріңізге түсіріп жазыңыздар. Және үшінші сұрақ: ерекше, ең ерекше. Сізге ерекше әсер еткен, ең ерекше болған не нәрсе? Дәптерлеріңізге жазып, түртіп алып отырыңыздар. Бүгінгі сабақтағы бағалау критерийі әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан түсіндіре алады. Дескриптор: бірінші, толғаудың идеясы мен пафосын анықтайды. Екінші, ұлттық мүддемен байланыстырады. Үшінші, заман сипатын бағалайды. Төртінші, жырау стилімен айтады. Олай болса, бірінші тапсырмамызды орындайық. Жанды суреттер әдісі арқылы суреттерді шығармамен байланыстыра салыстырып, толғаудың идеясы мен пафосын анықтаңыз. Сіздерге берілген суреттерге назар аударыңыздар. Суреттерде не бейнеленген, кім бейнеленген, қандай жағдайда, қандай процесс үстінде. Және бұл суреттердің қандай ұқсастығы бар, және қандай айырмашылығы бар. Ал бұл суреттердің біздің тақырыбымызға қатысы бар ма? Қалай ойлайсыздар? Барлық 4 суретте де атты әскер бейнеленген. Ат үстіндегі жауынгер. Ол жауынгер қандай жағдайда, қалай ойлайсыздар? Жеңіс үстінде ме, әлде жеңіліс үстінде ме? Әрине, қазақ батырларының суретіне қарасақ, тек қана жеңіске жететін батырды көреміз. Ал бұл суреттердің біздің тақырыбымызға «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауына қандай қатысы бар? Әрине, Ақтанберді жырау «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауында осы ерлікті жырлаған болатын. Осылай күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді мінер ме екенбіз деп осы күнді, осындай жеңіске жеткен күнді армандаған болатын. Яғни, бұл шығарманың идеясы халықты ерлікке шақыру, бірлікке шақыру, азаттыққа ұмтылу, еркіндікке ұмтылу, және сол еркіндікті, біздің қазіргі қолымызда бар тәуелсіздікті сақтап қалу, оны қорғау, өз елімізді сүю, яғни бізді патриоттыққа тәрбиелейді. Олай болса, екінші тапсырманы орындайық. 4 сөйлем әдісі немесе попс формуласы. Сіздерге арнайы пікір берілген, яғни бірінші сөйлем дайын берілген. Сіздер оны дәлелдеп, мысал келтіріп, қорытынды жасауларыңыз қажет. Пікір: Ақтанберді жырау толғауларында қазақ жеріндегі заман бейнесін көрсете алған. Яғни, Ақтанберді жырау толғауларында сол замандағы қазақтардың тұрмыс тіршілігі жағдайы шынайы бейнеленген. Соған келісесіздер ме? Қандай дәлел келтіре аласыздар? Осы толғаудан қандай үзінді келтіріп, қандай қорытынды жасай аласыздар? Соны дәптерлеріңізге жазыңыздар. Келесі тапсырма. Білімленд сайтына кіріп, «Күлдір-күлдір кісінетіп» толғауы бойынша өз біліміңді тексер. Салыстыру тапсырмасы. Автор орындағы әдісі бойынша Ақтанберді толғауының маңызын түсіндіріңіз. Ақтанберді жыраудың толғауы мен үшін маңызды. Өйткені сіз үшін бұл толғаудың қандай маңызы бар? Ақынның жырлап өткен ерлігі, байлы бақуатты өмір сүруі, табиғаты
керемет шөбі шүйгін жерде өмір сүру, керемет жорғаны жүйрік атты міну, бақытты ғұмыр кешу сіз үшін маңызды ме? Сізге керек пе? Ал басқа жастар үшін бұл нәрсе керек пе, әлде керек емес пе? Патриоттық сезімі, өз елін сүю, өз елін қорғау жастарға маңызды ма, әлде маңызды емес пе? Ал тек өз еліңді сүю, өз еліңді құрметтеу, тәуелсіздігіңді бағалау тек қана бір ел үшін маңызды ма, әлде бүкіл жалпы адамзат үшін маңызды ма? Бейбіт өмір сүрудің қандай маңызы бар, қандай қажеттілігі бар? Ал егер соғыс болса, бұрынғыдай жорықтар заманы болса, қандай болар еді? Дәл бүгінгідей күнде отыра алар ма едік? Қалай ойлайсыздар? Ал қазіргі бейбіт заманда осындай күн кешіп жатқан елдер, азаматтар, адамзаттар бар ма? Сіздің пікіріңіз қандай? Сіз нені дұрыс деп есептейсіз? Күлдір-күлдір кісінетіп толғауындағы Ақтамберді жыраудың идеясы әлі күнге дейін өзекті ме, әлде өзекті емес пе? Жалпы адамзаттық құндылықтар сол замандағыдан бүгінгі күнге дейін өзгеріп кеткен бе, әлде сол құндылықтар сақталған ба? Әлі де ойланып қарап отыратын болсақ, Ақтамберді жыраудың сол замандағы арманы әлі күнге дейін өзекті. Өйткені барлық адамда бейбіт өмірді қалайды. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ақтамберді жырларындағы негізгі сарын ерлікке үндеу, жауға қарсы күреске жігерлендіру. Ол жау қолында қалған жерлерді азат етуді аңсайды. Бүкіл қазақ болып бірігіп атқа қонуды, жоңғарларды күйрете соққы беруді армандайды. Ел қорғау жолында өлген ерде арман жоқ деп біледі. Күлдір-күлдір кісінетіп өлеңінде күлдір-күлдір кісінетіп, күреңді мінер ме екенбіз? Күрек түсін ақситып, сұлуды сүйер ме екенбіз? Күдерден бау тағып, кіреуке тон киер ме екенбіз? Жағасы алтын жеңі жез, шығыр-шығы торғай көз, сауыт киер ме екенбіз? Сырттан сауыт киген соң, қоңырауыл найза қолға алып, қоңыр салқын төске алып, қолға шарар ме екенбіз? Деп өзінің ой арманын халық арманымен астастырады. Күлдір-күлдір кісінетіп деп басталатын шығармасы ақын арманын танытатын, тұлпар мініп туыстап, ел шетіне қорған боп, ерлік атын шығаруды аңсаған батыр бейнесін тудырған туынды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.